Елшінің ескертуі егер жүрекке кірсе, адамның жүрегінде тақуалық деген нәрсе пайда болады екен. Абайлай бастау. Мынадан сескену керек екен. Мынау болмайды. Абайлау. Сондықтан келесі сөзін айтады. Вали таттақу, абайлауларың үшін, сескенулерің үшін, сақсынуларың үшін, сақтануларың үшін. Қайтып сақтанамыз ол азаптан. Мысалы осы күні Алла тағала осы аязды істетіп қойды қазір. Алла қаламайынша бұл аяз шегінбейді. Бұл оның аяты. Кім не істей алады мынау аязға қазір? Кім не істей алады? Ол істеп жатыр да, аяз істеп жатыр. Біреуміздің көлігіміз жүрмей қалып жатыр. Біреуміздің суымыз қатып қалып жатыр. Біреуміздің не істей аласың? Түк істей алмайсыңдар ғой деп жатыр Алла тағала. Өзі Сәждә сүресінде айтқандай: "Валанузиқаннахум минал азабил адна дунал азабил акбар лааллахум яржиун." Үлкен азаптан бұрын кішкентай азапты жібереміз дейді. Дәмін таттырамыз дейді сәл. Мақсат не? Лааллахум яржиун, мүмкін райларынан қайтар, мүмкін тәкаппарлықтан қайтар, сынар, Раббым, мен түсіндім, мойындадым, міне сәждем деп айтар. Басқа мақсат жоқ дейді бұл аязда. Оғынғандар оғынды, оғынбағандар оғынбайды. Алланың рахымы ашуын жеңіп кеткен. Сондықтан күндердің бір күні бұл аяз тоқтар. Бірақ бұл аяз кімге қандай әсер қалдырды? Қаласа біреуін жолға салды осы аяз арқылы. Намаз бастап жатыр бір адамдар. Қаласа бұл аяз арқылы одан сайын адастыра салды біреуді. Ал кез келген тәкаппар адамға шығып көрсін далаға. Міне мен тоңбаймын, не істей аласың менімен деп істейді ол онымен, не істейтін. Алла тағала әмірін көрсетіп жатыр. Бұл аяз, сол Алла тағаланың әскерінің бірі.